Сәлем бәріне. Мен сендерге қазір бір сұрақ қоямын. Бір елге қарсы соғысып, сол елдің басшысы бола аласың ба? Және Сталинге жоқ деп тірі қалу мүмкін бе? Осы сұраққа бір адам ғана жауап бере алады. Йосип Броз Тито. Тито социалистік Югославия республикасының президенті және социалистік коммунистік партиясының президенті болған. Тито Австро-Венгрия империясының құрамындағы Хорватияда дүниеге келген. Осыны айтып отырған себебім Югославияның негізін қалаған ел және ең мықты ел Сербия болған. Анық түсініктірек айтсам, түсінетіндей адамдар, мысал Совет одағын бір қазақ немесе шетелдік басқарған сияқты болады. Тито 1913 жылы әскерге қосылды 21 жасында және 22 жасында, яғни 1914 жылы ол старшина болды. Түгел әскердегі ең жас старшина ол Тито болған. Соғыс басталғанда Тито Сербиямен соғыс жатты өзінің дивизиясымен. Бірақ бірнеше айлардан кейін, бір-екі шайқастардан кейін ол шығыстық фронтқа апарылды орыстармен соғысу үшін. Ол атақты 1915 жылы Галиция шайқасында болды. Және ол 1915 жылы, тура сол жыл, Буковина шайқасында жарақаттанып, орыстарға тұтқын ретінде түсті. Ол соғыс біткенінше ол сол Ресейде болды. Соғыс біткеннен кейін ол коммунистер партиясына қосылып, Ресейдің, сода бірнеше жылдар болды. Содан кейін ол өз отанына оралды. Бірақ Хорватия сол кезде әлі тәуелсіздігін алмай, жаңа Югославия патшалығына тәуелді болды. Тито Югославияның коммунистер партиясына қосылған. Ол сол жерде газет шығарған, қысқаша Сталин сияқты газет шығарған, әскерді басқарған. Екінші дүниежүзілік соғыс басталғанда Югославия 2-3 күнде берілген немістерге. Титоның жыны тиіп осыған, ол өзінің коммунистермен бірге партизандар ретінде соғыса бастады. Содан Тито лидер болған үшін, ол өзін-өзі ешқандай көмексіз маршал қылды. Қысқашасы ол өзін-өзі маршал ретінде тағайындады. Өйткені оны ешкім басқара алмады. Соғыс біткеннен соң Тито Совет одағының көмегімен президент болды. Сталин Титоны басқарғысы келген, бірақ басқарғысы келген дегенімде Югославияны, ол әскер Югославияға қойғысы келген бекіністер салып. Қазақстан қалай баспал сол сияқты. Бірақ Тито жоқ деді және Сталиннан қашықтай бастады. Осы Сталинді жындандырды және екеуі жау болды. Сталин Титоның артынан бірнеше ассасиндар жіберген. Олардың бәрін Титоның әскері ұстап алды. Содан бір күні Титоның жынына тиіп ассасиндар Сталинге былай хат жіберді. Сен менің артымнан тағы да бір ассасин жіберетін болсаң, біз оны ұстап аламыз, және мен біреуін Мәскеуге жіберемін. Және мен қайттан жіберетін адам емеспін. Қысқашасы сол хатты айтып отырғаны Тито бір адамды жіберіп, Сталинді бір адаммен өлтіремін дегені. Сталин содан кейін тынышталып қалды, ассасиндар жібермей. Тито жас кезінде Америка құрама штаттарына бірнеше рет көшіп кетуге тырысқан, ақша жетпеді бірақта. Ол Қырғыз соғысында екі елмен де тату болды десек болады. Американың президенттері оны жақсы көрді, және Совет одағында Хрущевпен тату және дос болды. Ұзақ жылдар бойы ел басқарды ол. 1980 жылы өлгеннен кейін Титоның жерленуіне өте көп адам келді. 700 мың адам ба, сондай сияқты. Өлгеннен кейін Тито Югославия хаос қайналды.
ешкім кімді тағайындайтынын білмеді, не істейтінін білмеді, ұрлықтар көбейді. Осының соңында 90-шы жылдары Югославиялық соғыстар пайда болды. Сол өте қиын тақырып, соны келесі видеода айтамын, бір видеода. Осының барлығы айтып отырғаным, Титон осының бәрін екінші сыныптың деңгейімен бәрін жасады, екінші сынып деңгейімен. Осындай видеолар сіздерге қызық болса, осындай қызықты мәліметтер, диктаторлар туралы немесе жақсы адамдар туралы лайк қойыңыз және әрдайым видеоны қарап тұрыңыздар. Қош сау болыңыздар.